Түрменің суық дәлізінде небәрі 8 жасар қыз бала келе жатты. Оның кішкентай аяқ киімінің тықылы бүкіл абақтыны жаңғыртып, тіпті ең қатыгез қылмыскерлердің де демін ішіне тартқызды. Бұл ату жазасына кесілген кезінде бүкіл қаланы тітіркендірген Қара Темірдің жалғыз қызы Райхан еді. Темірлан Қасымов өлім алдындағы соңғы тілегі ретінде қызын көруді сұрағанда, ешкім мұның арты неге соғатынын білген жоқ. Олар шынның екі жағында емес, болат үстелдің үстінде бетпе-бет келді. Кісеннің шынжырлары үстелге соғылып, ажалдың жақын екенін ескертіп тұрғандай. Кенет Райхан орнынан тұрып, күзетшілердің қатал қарағанына қарамастан, әкесінің құлағына жақындады. Оның небәрі 10 секундқа созылған сыбырынан кейін, өлімге дайындалған Темірланның жанарында от тұтанды. Ол үрей емес, ол қаһар мен үміт араласқан қорқынышты күш еді. Райхан әкесіне не айтты? 5 жыл бұрын күлге айналды деп есептелген шындық қалай тіріліп шықты? Және 8 жасар баланың қолында бүкіл бір қылмыстық империяны құлататын қандай құпия бар? Бұл сатқындық, махаббат және 5 жыл бойы жасырылған қанды құпияның ашылу тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Ақмола облысындағы ерекше тәртіптегі жалғыз Қарағай түрмесінің дәліздерінде өлі тыныштық орнаған. Мұндағы ауаның өзі ауыр, ол үмітсіздік пен суық темірдің ащы дәміне қаныққандай. Қабырғадағы ескі сағаттың әрбір тықылы біреудің өмірін қиып жатқан балтаның дыбысындай естіледі. Сағат тілі таңғы 6-ны көрсетті. Бұл Темірлан Қасымов үшін соңғы таң еді. Темірлан кезінде еліміздің оңтүстік өңірлері мен Алматының астыртын әлемін уысында ұстаған, есімі аталғанда ең батыл дегендердің өзі сескенетін тұлға. Оны жақын серіктері Қара Темір деп атайтын. Бірақ бүгін сол айбында арыстаның үстінде тозған сарғыш комбинезон, қолында суық кісен. Оның денесі түрмеде болғанымен, рухы әлдеқашан алыста, естеліктердің арасында жүргендей. Бозарып атқан таңның сәулесі тар камераның кішкентай терезесінен түскенде, ол көзін жұмды. Бұл жарық оған бостандықты емес, ату жазасына кесілген үкімнің атқарылатын уақытын еске салды. Бірнеше сағаттан соң оның өмірі үзіледі. Ол өлімнен қорықпайтын. Ол өмірінде талай рет ажалмен бетпе-бет келген, талай рет қан кешкен. Бірақ оның өзегін өртеп бара жатқан басқа нәрсе, артында қалып бара жатқан жалғыз тұяғы 8 жасар Райханы еді. Қызының есімі ойына келгенде Темірланның тас болып қатқан жүрегі діріл қақты. Кенет ауыр темір есіктің сырмасы саңқылдап ашылды. Күзетшілер кірді. Олардың жүзінде ешқандай аяушылық жоқ, тек бұйрықты орындауға келген суық ниет қана бар. Алайда Темірлан оларға бұрылып та қарамады. Оның ойында тек бір ғана тілек қалды. Уақыт келді, Қасымов, деді күзетшілердің бірі дауысы қырылдап. Темірлан орнынан баяу көтерілді. Оның бойындағы бұрынғы айбын әлі де сезіледі. Ол басын тік ұстап күзетшінің көзіне тура қарады. Оның жанарында қорқыныш емес, адам айтқысыз терең бір мұң мен шешімталдық бар еді. Маған кешірімнің де, артық минуттың да керегі жоқ, деді ол, дауысы нық шығып. Маған тек Райханда келіңдер. Қызымды бір рет көрсем болғаны. Бұл мұсылмандық соңғы парызым. Бұл жай ғана өтініш емес, бұл өліп бара жатқан адамның соңғы аманатында естілді. Түрме бастығы полковник Арман Оспанов бұл өтінішті естігенде қатты мазасызданды. Жоғары жақтан, Астанадан ешқандай артық қозғалыс болмасын, үкім тез орындалсын деген қатаң бұйрық келген еді. Қасымовтың аузындағы құпия өзімен бірге көрге кетуі тиіс болатын. Бірақ полковниктің ішіндегі адамдық сезімімен белгісіз бір күш оны тәуекелге итермеледі. Түрме сыртында қара бұлттар үйіріліп, арқаның суық жаңбыры сіркірей бастады. Табиғаттың өзі осы бір сұмдық оқиғаға аза тұтқандай. Ақ түсті мемлекеттік көлік түрме қақпасына жақындап қалған еді. Көлік ішінде кішкентай Райхан отырды. Ол әкесінің не үшін мұнда екенін, бүгін не болатынын біле ме? Оның үнсіздігі соншалықты терең, тіпті жанындағы әлеуметтік қызметкердің өзі баланы жұбатуға батпады. Осы сәтте түрменің қараңғы дәліздерінде үлкен бір қастандықтың иісі сезіліп тұрды. Қасымовтың өлімін асыға күткендер, сырттағы шенеуніктер мен іштегі сатқындар дайын отыр еді. Олар кішкентай қыздың келуі бүкіл жоспарда асты үстіне шығаратынын әлі білмеген болатын.
Шындық Райханның ерінде, ал ажал Темірланның табалдырығында тұрды. Темірланның өтініші орындалды. Полковник Арман Оспанов өз мансабын қатерге тіге отырып, Райханда келуге рұқсат берді. Түрме қақпасының ауыр темірлері майланбаған соқадай шыңғыра ашылып, ішке ақ түсті газель көлігі баяу жылжып кірді. Сыртында балалар құқығын қорғау орталығы деген жазуы болғанымен, бұл көлік бүгін ең ауыр жүкті, 8 жасар қыздың тағдырын арқалап келе жатты. Көлік тоқтағанда есік баяу ашылды. Алдымен қолына қызыл папка ұстаған көзілдірікті әлеуметтік қызметкер әйел түсті. Оның жүзінен шаршау мен үрей байқалады. Артынша ол қолын ішке созып, кішкентай ғана алақанды ұстады. Көліктен Райхан түсті. Үстінде қызғылт түсті күртеше, шашы екі жаққа ұқыпты өрілген. Бірақ оның келбетінде балаға тән бейқамдықтан нышан да жоқ еді. Оның мөлдір қара көздері айналасындағы биік дуалдарға, тікенек сымдарға және қаруланған күзетшілерге қарағанда бірде-бір рет жыпылықтамады. Ол мұнда не үшін келгенін сезетіндей. Оның үнсіздігі айналадағы үлкендердің айқайынан да қаттырақ естілетін. «Қадамдарыңды тездетіңдер, бізде уақыт тығыз», деді күзет бастығы сағатына қарап. Олар тар дәліздермен жүріп келе жатты. Әрбір темір есіктің тарс етіп жабылған дыбысы Райханның жүрегіне соғылған соққыдай еді. Бірақ ол селт етпеді. Оның кішкентай аяқ киімінің бетон едендегі тықылы бүкіл түрмеге жаңғырып тұрды. Осы сәтте камераларда отырған басқа тұтқындар да тына қалды. Олар қара темірдің қызы келе жатқанын сезді. Бұл қатыгездік пен зұлымдық орнаған мекендегі ең таза, ең пәк сәт еді. Кездесу бөлмесіне жақындағанда әлеуметтік қызметкер Райханның тоқтап қалғанын байқады. «Қорықпа, ботам, қазір әкеңді көресің», деді ол дауысы дірілдеп. Райхан оған жай ғана бұрылып қарады. Оның жанарындағы мұң мен даналық 8 жасар баланың деңгейінен әлдеқайда жоғары еді. «Мен қорықпаймын», деді ол ақырын ғана. «Әкем маған Қасымовтардың қанында қорқыныш болмайды деп айтқан». Бұл сөздер дәлізде тұрған қарулы күзетшілердің де төбе шашын тік тұрғызды. Олар мұндай ерік жігерді ересек адамдардан да сирек көретін. Соңғы темір есік ашылды. Бөлме іші суық әрі жарық. Ортада болат үстел, оның екі жағында 2 орындық. Темірлан Қасымов үстелдің арғы бетінде отыр. Оның қолдары үстелге бекітілген темір шығыршыққа кісенделген. Ол есіктен кіріп келе жатқан қызын көргенде, бүкіл денесімен алға ұмтылды, бірақ кісеннің шынжыры оны кері тартып, бөлме ішін ащы темір дыбысына толтырды. Темірланның көзінен жас ыршып кетті. Ол талай шайқаста оқ тисе де қыңқ етпеген, талай азапты көрсе де тісін шығармаған адам. Бірақ Райханның сол бір бейкүнә жүзін көргенде, оның ішіндегі барлық мұз еріп кеткендей болды. «Райханым, менің құлыным», деді ол сыбырлап. Оның дауысы қарлығып шықты. Райхан үстелге жақындап келді. Ол жыламады. Ол тек әкесінің шаршаған, сақалы өскен, бірақ мейірімге толы көздеріне ұзақ қарап тұрды. Бұл сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Түрме қабырғаларының сыртындағы атыс шабыс, сатқындық, билік үшін талас, бәрі де маңызын жоғалтты. Тек әке мен бала және олардың арасындағы үзілмейтін көрінбейтін алтын арқау ғана қалды. Бөлменің бұрышында тұрған күзетшілер де, камерадан бақылап отырған Арман полковник те демін ішіне тартты. Олар әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Райхан мұнда тек қоштасу үшін келген жоқ. Ол өзімен бірге 5 жыл бойы ешкімге тіс жармаған Темірланның тағдырын ғана емес, бүкіл елдегі қылмыс әлемінің картасын өзгертетін үлкен бір құпияны ала келген еді. Бөлме ішіндегі ауа мейірім мен қасіреттің соқтығысуынан электрленіп тұрғандай еді. Темірлан Райханның жүзіне қарап, оның әрбір сызығын, әрбір талын жадында мәңгіге сақтап қалғысы келгендей үңілді. Оның қолындағы кісендердің шынжыры үстелге тиіп, баяу ғана дыңғырлайды. Бұл дыбыс өлімнің санаулы минуттары қалғанын ескертіп тұрған қатал соққы еді. «Әке», деді Райхан ақырын ғана. Оның дауысы бұл суық бөлмеде тым нәзік, тым таза естілді. «Тыңдашы мені, ботам», деді Темірлан өзін әрең ұстап. «Мен сенің алдыңда кінәлімін. Сенің балалық шағыңды ұрладым, қасыңда бола алмадым. Бірақ мынаны біл. Мен ешқашан отанымды да, арымды да сатқан емеспін. Маған жабылған жала тек мені құрту үшін емес, шындықты көму үшін жасалған.
Кенет Райхан жан-жағына, бұрыштағы бейне бақылау камерасына және есік алдындағы күзетшілерге сақтықпен қарап алды. Сосын ол орындығынан баяу көтеріліп, үстелге жақындады. Темірлан таңырқай қалды. Қызының жанарында балаға тән емес суық жылтыр мен үлкен жауапкершіліктің ізі бар еді. «Әке, жақынырақ кел», деп сыбырлады ол. Темірлан кісендері ерік бергенше алға еңкейді. Райхан әкесінің құлағына ернін тақады. Оның ұзын өрілген шаштары екеуінің бетін жауып, сырт көзден тасалап қалды. Осы сәтте бақылау бөлмесінде отырған күзетшілер де, полковник Арман да экранға үңіле түсті. Дыбыс жазу құрылғылары тек матаның сусылын ғана ұстап қала алды. Райхан небәрі 15 секундтай ғана сыбырлады. Бірақ сол қысқа уақыттың ішінде Темірланның жүзі бірнеше рет өзгерді. Алдымен ол таңғалды, сосын оның көздерінде үрей ойнап, соңында ешкім күтпеген, қаһар мен үміт араласқан от тұтанды. «Ол тірі ме?» деп сұрады Темірлан дауысы дірілдеп. Оның дауысында әрі қорқыныш, әрі шексіз қуаныш бар еді. Райхан тек басын изеді де, қайтадан орнына отырды. Оның жүзінде міндетімді орындадым дегендей сабырлық пайда болды. Ол 5 жыл бойы, анасының қаза болғанына бәрі сенген күннен бастап, жүрегінің ең терең түкпірінде сақтап келген аманатын иесіне тапсырды. Бұл құпия, Темірланның әйелі, Райханның анасы Гүлнұрдың өлімі жайлы еді. Оны бәрі өрттен қайтыс болды деп санаған, ал Темірлан сол үшін кінәлі деп танылып, ату жазасына кесілген. Бірақ Райханның айтқаны басқа еді. Анасы тірі және ол қазіргі таңда биліктің ең жоғарғы сатысында отырған, Темірланды торға қаматқан адамдардың қолында тұтқында отыр. «Уақыт бітті», деп дауыстады күзетші, есікті ашып. Темірланды күзетшілер қолтығынан алып, орнынан көтерді. Бірақ ол енді бағанағы өлімге дайын адам емес еді. Оның бойындағы күш-қуат кенеттен оянғандай болды. Ол Райханға қарап: «Қызым, сен маған өмір сыйладың. Енді мені ешкім тоқтата алмайды», деді. Райханды алып кеткенде, ол артына бұрылмады. Ол өз ісін істеді. Ал Темірлан камерасына бара жатқанда, миында тек бір ғана жоспар пісіп жетілді. Ол ату жазасына бара жатқан жоқ еді, ол соғысқа бара жатқандай нық басты. Полковник Арман Оспанов бақылау бөлмесінде темекісін тұтатып жатып, экранға қарап ойланып қалды. Бұл бала не айтты? Неге Қасымовтың көздерінен ажал емес, арман көрініп тұр? Деген сұрақ оның мазасын ала бастады. Ол бұл істің артында өзі ойлағаннан да үлкен шиеленіс жатқанын сезді. Темірланды камерасына алып кеткеннен кейін, түрме бастығы Арман Оспановтың кабинетінде ауыр үнсіздік орнады. Ол бақылау камерасындағы таспадағы Райханның сыбырлаған сәтін қайта-қайта айналдырып көріп отырды. Дыбыс жоқ, тек кішкентай қыздың ернінің қимылы мен Темірланның тас болып қатып қалған жүзі ғана көрінеді. Бұл жай ғана қоштасу емес. Мұнда бір гәп бар деп ойлады Арман. Ол жүйеге адал қызмет еткенімен, әділетсіздікті сезетін түйсігі әлі өлмеген еді. Дәл осы уақытта оның телефоны шырылдады. Бұл Темірланның қарт адвокаты, 70-ті алқымдаған Әнуар Ақсақал болатын. Әнуар ата заң саласының қас-қағыр тарланы кезінде талай күрделі істің түйінін шешкен, бірақ Қасымовтың ісінде жоғары жақтан жасалған қысымнан қолы байланған жан еді. Оның жүрегі сыр беріп, ауруханада жатқанына қарамастан, ол бүгін таңда ерекше бір дерекке қол жеткізген болатын. Арман, балам, деді Әнуар атаның дауысы дірілдеп. Үкімді орындауға асықпаңдар. Менде жаңа айғақтар бар. 5 жыл бұрынғы өрт болған жерден табылған мәйіт Гүлнұрдікі емес. Сараптама қорытындылары қолдан жасалған. Арманның төбе шашы тік тұрды. Ақсақал, бұл не дегеніңіз? Үкімге небәрі 2 сағат қалды. Жоғары жақ министрлік пен орталық қатаң қадағалап отыр. Маған нақты дәлел керек. Мен қазір жолға шықтым. Қолымда Гүлнұрдың тірі екенін растайтын фотосуреттер мен сол түні өрт сөндіру бөлімінде кезекші болған адамның жасырын жазбасы бар. Ол адам кеше түнде ғана маған келіп, кінәсін мойындады. Оны біреулер қорқытып келген. Арман, Темірланды атып жіберсеңдер, ақ қанды мойныңа жүктейсіңдер. Телефон тұтқасынан Әнуар атаның ауыр тынысымен көліктің жүріп бара жатқан дыбысы естілді. Қарт заңгер өмірінің соңғы күшін осы іске жұмсап жатқандай еді.
Осы кезде түрменің сыртқы бақылау бекетінен хабар келді. Полковник мырза, жоғары жақтан арнайы өкілдер келді. Олар үкімнің атқарылуын өз бақылауларына алмақшы. Кабинетке қара костюм киген, суық жанарлы 3 адам кіріп келді. Олардың басшысы, Бауыржан деген шенеунік, Темірланды торға қаматқандардың бірі болатын. Ол Арманға суық жымиып қарады. Оспанов мырза, дайындық қалай? Уақыт таяп қалды. Қылмыскерді ату алаңына шығаруды бұйырыңыз, деді Бауыржан нық дауыспен. Арманның іші қылп ете түсті. Бір жағында заң мен жоғарының бұйрығы, екінші жағында Әнуар атаның сыбыры мен кішкентай Райханның мөлдір жанары. Ол Әнуар атаның әлі жетпегенін, ал мына шенеуніктердің асығыс екенін түсінді. Олар Темірланның көзін жоюға тым мүдделі еді. Дайындық жүріп жатыр, деді Арман дауысын қатайтып. Бірақ маған техникалық тексеріс үшін тағы 30 минут керек. Жазалау камерасының жарығы мен есіктерінде ақау бар. Бауыржанның қабағы түйіліп кетті. Оспанов, ойын ойнамаңыз. 30 минуттан кейін Қасымов өлуі тиіс. Бұл мемлекеттік маңызы бар іс. Арман кабинеттен шығып бара жатып іштей. Әнуар ата, тезірек жетіңізші, деп тіледі. Ол өзінің де қауіп үстінде екенін білді, бірақ Райханның әкесінің құлағына не сыбырлағанын енді түсіне бастағанда еді. Шындық өлімнен де қорқынышты, бірақ өмірден де қымбат еді. Түрменің тар дәлізінде полковник Арманның әрбір қадамы ауыр естілді. Ол 30 минут уақытты әрең ұтып алғанымен, бұл жеңістің соңы ор-орға жығуы мүмкін екенін жақсы түсінді. Бауыржан мен оның жанындағы нөкерлері жай ғана шенеуніктер емес, олар жүйенің қанды қолды жендеттері еді. Арман дереу кезекші бөлімге бұрылды. Қасымовтың камерасына күзетті 2 есеге көбейтіңдер. Менің рұқсатымсыз ешкімді, тіпті Астанадан келгендерді де жолатпаңдар, деп бұйырды ол. Кезекшілер таңырқай қарады. Түрме тарихында мұндай бұйрық бірінші рет беріліп тұр еді. Арман өз бөлмесіне кіріп, есікті ішінен іліп алды да қайтадан Әнуар атаға қоңырау шалды. Ақсақал, қай жердесіз? Олар маған қысым көрсетіп жатыр. 30 минутымыз қалды, деді ол сыбырлап. Балам, мен қаланың шетіне іліктім. Бірақ артымнан қара түсті 2 жол талғамайтын көлік түсті. Олар менің түрмеге жетуіме кедергі келтіргісі келеді. Оспанов, саған электронды поштамен бір файл жібердім, тез аш. Бұл Гүлнұрдың тірі екеніне ең басты дәлел. Әнуар атаның дауысы кенет үзіліп кетті. Арғы жақтан тежегіштің шыңғырған дыбысы мен соққының гүрсілі естілді. Ақсақал. Әнуар ата. Жауап беріңіз. Арманның дауысы жарықшақтанып шықты. Бірақ тұтқадан тек гуіл ғана естіледі. Арманның қолы дірілдеп, компьютерін ашты. Поштаға шындық деген тақырыппен хат келген екен. Файлды ашқанда оның көзіне алдымен сурет түсті. Бұл алыстан түсірілген, бірақ анық көрінетін кадр еді. Суретте қаскелең жақтағы тау етегіндегі зәулім үйдің бақшасында отырған әйел бейнеленген. Жүзінде мұң бар, бірақ бұл анық Темірланның жары Гүлнұр еді. 5 жыл бұрын күлге айналды деген әйел тірі. Осы сәтте кабинеттің есігін біреу қатты соқты. Оспанов. 30 минут өтті. Есікті ашыңыз. Бұл Бауыржанның суық дауысы еді. Егер қазір шықпасаңыз, біз бұл әрекетіңізді мемлекеттік опасыздық және қылмыскерге көмектесу деп бағалаймыз. Арман суретке тағы бір рет қарады. Сосын терезеден сыртқа көз тастады. Түрме ауласында ату тобы сапқа тұрып жатыр еді. Темірланды қазір камерасынан алып шығады. Егер мен қазір үндемесем, Темірлан өледі. Гүлнұр мәңгілік тұтқында қалады. Райхан жетім қалады. Ал шындық мына файлмен бірге жойылады деген ой Арманның басын қылшадай қиды. Ол үстел үстіндегі тапаншасын алып, беліне қыстырды. Файлды бірнеше сенімді адрестерге және бұқаралық ақпарат құралдарының жасырын пошталарына жіберіп үлгерді де, есікке қарай беттеді. Ашыңдар, деді ол күзетшілерге. Есік ашылғанда Бауыржан оған айуандықпен қадалды. Қасымов қайда? Деп сұрады ол тісінің арасынан. Қасымов ату алаңында емес, менің кабинетімде сөйлейтін болады, деді Арман нық дауыспен. Өйткені бұл іс жабық емес.
Жаңа айғақтар табылды. Темірлан Қасымов, кінәсіз. Бауыржанның жүзі сұрланып кетті. Ол жандағы қарулы жігіттеріне белгі берді. Түрме дәлізінде үлкен шайқас басталайын деп тұр еді. Арман жалғыз, бірақ оның қолында бүкіл жүйені күл-талқан ететін шындық бар болатын. Бірақ ең басты сұрақ: Әнуар ата аман ба? Және Темірлан Райханның сыбырынан кейін не істемекші? Түрме дәлізіндегі ауа пышақпен кесіп алғандай ауырлап кетті. Полковник Арман Оспанов пен шенеунік Бауыржанның көзқарастары түйіскенде, ортадан ұшқын шашырағандай болды. Бауыржанның жанындағы екі жігіт қолдарын пиджактарының ішкі қалтасына, қаруларына қарай апарды. Оспанов, сен отпен ойнап тұрсың деді. Бауыржан даусын баяу шығарып, бірақ әр сөзін шегедей қадап. Сенің бұл әрекетің өзіңе өлім үкімін қолмен қою деген сөз. Маған жол бер, әйтпесе зардабы ауыр болады. Арман шегінген жоқ. Ол қолындағы планшетті жоғары көтерді. Бұл файл қазірдің өзінде бірнеше ірі ақпарат агенттіктерінің поштасында тұр. Егер менің жүрегім тоқтаса, немесе мен байланысқа шықпасам, олар автоматты түрде жарияланады. Гүлнұр Қасымованың тірі екенін бүкіл ел білетін болады. Сосын сендердің жоғарыдағы қожайындарыңды кім құтқаратынын көрейік. Бауыржан іркіліп қалды. Оның суық жүзіне алғаш рет қорқыныш көлеңкесі түсті. Дәл осы сәтте түрменің дабыл белгісі, сирена, ащы айқайлап қоя берді. Түрме іші алай-дүлей болды. Не болып жатыр? Деп айқайлады Арман рациясына. Мырза. Қасымовтың камерасында төбелес. Ол күзетшіні қарусыздандырып, өзін камераға бекітіп алды. Ол ешкімді жолатпай жатыр, тек сізбен сөйлесетінін айтты. Рациядан күзетшінің үрейлі дауысы естілді. Темірлан Райханның сыбырынан кейін нағыз арыстанға айналған еді. Ол өзінің өлетін уақытын күтіп отыр алған жоқ. Оған Гүлнұрды құтқару үшін тірі қалу керек еді. Арман Бауыржанға қарап: Қазір мен сонда барамын. Егер сенің жігіттерің артымнан оқ атпаса, мүмкін бұл істі қан төгіссіз шешерміз. Ал сен, Бауыржан, Әнуар ақсақалға тиіскендерің үшін жауап бересің. Деді де жүгіре басып Темірланның камерасына қарай кетті. Темірлан отырған блокқа жеткенде, Арман жан түршігерлік көріністі көрді. Екі күзетші жерде жатыр, ал Темірлан тордың арғы жағында қолына тартып алған тапаншаны ұстап, есікті ішінен баррикадалап тастаған. Оның көздерінде бұрын соңды болмаған жалын бар еді. Темірлан, тоқта! Деп айқайлады Арман торға жақындап. Мен бәрін білемін. Әнуар ата маған файлды жіберді. Гүлнұр тірі екенін білемін. Темірланның қолы дірілдеп кетті. Ол тапаншасын түсіріп, Арманға жақын келді. Ол қайда, Арман? Ол шынымен аман ба? Оның дауысы жарықшақтанып шықты. Қызым маған анашым таудың етегіндегі темір торлы үйде жылап отыр деді. Ол 5 жасынан бері осы сөзді айту үшін қолайлы сәтті күткен. Менің кішкентай батырым. Ол қаскелеңдегі саяжайлардың бірінде тұтқында деп сыбырлады Арман. Бірақ бізде уақыт жоқ. Бауыржан мен оның адамдары сенің көзіңді жоймай тынбайды. Бізге түрмеден шығу керек. Дәл осы кезде дәліздің арғы бетінен тағы да атыс дыбысы естілді. Бауыржанның жігіттері түрме күзетіне бағынбай, күшпен бұзып кіре бастаған еді. Олар үшін Темірланды тірі қалдыру өздерінің өліммен тең. Мынаны ал, Арман есіктің кілтін алып Темірланға лақтырды. Бүгін біз не ақталып шығамыз, не осы жерде бірге қаламыз. Түрменің тар дәлізінде заң мен қылмыс, ақиқат пен өтірік арасындағы соңғы шайқас басталды. Бірақ ең басты қауіп сыртта еді. Әнуар ата апаты болған жерден жоғалып кеткен болатын. Оны кім алып кетті? Және Райханды қорғап тұрған жалғыз адам, әлеуметтік қызметкер әйел, шын мәнінде кім? Түрменің тар дәлізінде атыс басталды. Бауыржанның соңынан ерген жалдамалы жендеттер Арманның күзетшілерін басып жаншып, Темірлан отырған блокқа қарай өршелене ұмтылды. Олар үшін заңда адам өмірі де құнсыз, тек Темірланның үнін мәңгілікке өшіру ғана мақсат. Арман белбеуіндегі тапаншасын суырып алып, жақын маңдағы темір бағананың тасасына тығылды. Темірлан, басыңды көтерме! Деп айқайлады ол. Темірлан болса, қолындағы тартып алынған қаруын ыңғайлап, тордың қуысынан нысананы көздеді.
Оның қимылында кәсіби мергеннің суыққандылығы бар еді. Арман, оң жақтан екеуі келе жатыр, деп дауыстады ол. Сол-ақ екен, дәліздің соңынан қара киімді екі жігіт шыға келді. Олардың қолдарында дыбыс өшіргіш орнатылған тапаншалар. Арман оқ жаудырып, олардың бірін жаралады. Екіншісі қабырғаға тасаланып үлгерді. Түрме іші оқ дыбысы мен темірдің сыңғырына толды. Осы сәтте Арманның рациясы тағы да шыжғырды. Бұл түрме қақпасында қалған кезекшінің дауысы. Полковник, жағдай қиындады. Сырттан тағы екі қара джип келіп тоқтады. Олар Райхан отырған көлікті қоршап алды. Әлеуметтік қызметкер қарсылық көрсетіп жатыр, бірақ Арманның төбе құйқасы шымырлап кетті. Райхан. Темірланның дауысы гүрілдеп шықты. Олар қызыма тиіспекші ме? Темірлан есіктің кілтін тесікке салып бұрап ашты. Ол камерадан атылып шықты. Оның жанарындағы қаһар кез келген адамды дірілдеткендей. Ол енді тұтқын емес, ол баласын құтқаруға аттанған жаралы жолбарыс. Маған жол баста, Арман. Қызыма бірдеңе болса, бүкіл Алматыны өртеймін, деді ол тістеніп. Екеуі дәлізбен алға ұмтылды. Арман алда, Темірлан оның артын бағып келеді. Бауыржанның соңғы жігіті бұрыштан атылып шыққанда, Темірлан мүлт кетпей оның иығынан атты. Олар әкімшілік блокқа жеткенде, Бауыржанның өзін көрді. Ол қолына автомат ұстап, шығар есіктің алдында тұр еді. Оспанов, Қасымов. Тоқтаңдар. Бәрібір тірі шықпайсыңдар. Бауыржан шүріппені басуға ыңғайланды. Бірақ дәл осы сәтте түрме төбесіндегі желдеткіш құбырдан біреудің секіріп түскен дыбысы естілді. Бұл ешкім күтпеген адам еді. Ол Әнуар атаның жанында жүретін, жасырын агент болып істейтін жас жігіт, Әнуар атаның немересі екен. Ол Бауыржанның қолындағы қаруды теуіп жіберіп, оны жерге алып ұрды. Ақсақал аман ба? Деп айқайлады Арман. Ол ауыр халде ауруханада, бірақ файлдарды ішкі істер министрінің жеке өзіне жеткізіп үлгердік. Қазір мұнда арнайы жасақ, Арлан келе жатыр, деді жігіт Бауыржанның қолын қайырып жатып. Бірақ Темірлан тоқтаған жоқ. Ол есікті теуіп ашып, аулаға жүгіріп шықты. Аулада жаңбыр әлі сіркіреп тұр. Алыста Райхан отырған ақ газелді қара түсті көліктер қыспақ қалып, орнынан қозғалтпай тастаған екен. Бір қара костюмді адам көліктің есігін бұзып ашуға тырысып жатыр. Райхан. Темірлан жан даусымен айқайлап көлікке қарай жүгірді. Дәл осы сәтте қара көліктің ішінен тағы бір адам шықты. Темірлан оны көргенде кілт тоқтап қалды. Бұл оның бұрынғы оң қолы, ең сенімді серігі болған, бірақ 5 жыл бұрын сатқындық жасаған Саят еді. Темір, тоқта, деді Саят қолындағы қаруын Райхан отырған терезеге тақап. Егер тағы бір қадам бассаң, қызың анасының қасына кетеді. Темірланның тынысы тарылды. Ол жаңбыр астында тізе бүгіп жерге отыра кетті. Бірақ оның көздері Саятқа емес, көлік ішіндегі Райханға қарап тұр еді. Райхан болса, терезеден әкесіне қарап, саусағымен жоғарыны түрме мұнарасын нұсқады. Темірлан сол жаққа қарағанда мұнарада отырған мергеннің нысанасы Саяттың маңдайына қадалғанын көрді. Бұл мерген Арманның ең сенімді адамы еді. Жаңбыр үдеп, түрме ауласындағы асфальтты суға толтырды. Темірлан тізерлеп отырса да, жанарындағы от сөнген жоқ. Саяттың саусағы шүріппеде, ал оның суық күлкісі жаңбырдың дыбысымен араласып құлаққа түрпідей тиеді. Темір, сен әрқашан тым сезімтал болдың. Соның түбіңе жететінін білгенмін, деді Саят кекесінмен. Енді Райханды Гүлнұрдың қасына жіберетін уақыт келді. Біз бәрібір жеңеміз. Бірақ Саят бір нәрсені есептемеді. Райханның терезеден берген белгісі, бұл жай ғана нұсқау емес, бұл әке мен баланың арасындағы жасырын код еді. Темірлан Райханның саусағымен жоғарыны нұсқағанын көргенде, оның астында жатқан шындықты түсінді. Әке, қорған үстінде көмек бар. Дәл сол сәтте мұнарадағы мергеннің демі тоқтады. Саусағы шүріппені баяу басты. Пат! Дыбыс өшіргішпен атылған оқтың дыбысы жаңбырдың гүрсіліне жұтылып кетті. Саяттың маңдайында кішкентай қызыл дақ пайда болды. Оның көздері бақырайып, қолындағы қаруы жерге түсті. Бір секундтан соң оның денесі ауыр сылқ етіп балшыққа құлады.
Темірлан орнынан атылып тұрып, газельге қарай жүгірді. Райхан. Ол көліктің есігін жұлып алғандай ашып, қызын бауырына басты. Құлыным, амансың ба? Райхан әкесінің мойнынан қатты құшақтап, бетін оның кеудесіне басты. Ол әлі де жыламады. Оның жүрегінің соғысы жиілегенімен, жанарында біз жеңдік деген нышан бар еді. Арман мен Әнуар атаның немересі жүгіріп жетті. Темірлан, тез көлікке отырыңдар, деп айқайлады Арман. Бауыржанның басқа да адамдары келе жатыр. Қазір мұнда нағыз тозақ орнайды. Бізге қаскелеңге жетіп, Гүлнұрды құтқару керек. Дәл осы кезде түрме қақпасынан Арлан арнайы жасағының бронды көліктері көрінді. Олардың сиренасы бүкіл арқа даласын жаңғыртты. Бауыржанның қалған жендеттері қаруларын тастап қолдарын көтере бастады. Бірақ ең басты жау Саят немесе Бауыржан емес еді. Олардың артында тұрған, Гүлнұрды 5 жыл бойы торда ұстаған көлеңкелі басшы әлі бостандықта. Темірлан Райханды Арманның көлігіне отырғызып жатып, жерде жатқан Саяттың қалтасынан телефонын тауып алды. Телефонға жаңа ғана хабарлама келген екен. Егер Қасымов тірі шықса, әйелді жойыңдар. Орын. Алмалы саяжайы 14 үй. Алмалы саяжайы. Темірланның тістері шықырлап кетті. Арман, газды бас. Біз үлгеруіміз керек. Арманның қара Land Cruiser көлігі түрме ауласынан құйын болып шығып, тас жолға түсті. Артында қираған түрме мен әшкереленген қастандық, алдында 5 жыл күткен ақиқат пен өмір-маят шайқасы. Жолда келе жатып, Арман телефон арқылы біреуге хабарласты. Министр мырза, біз жолдамыз. Айғақтар поштаңызда. Қаскелеңдегі Алмалы саяжайын қоршауға алыңыздар, бірақ біз жеткенше ешқандай шұғыл қимыл жасамаңыздар. Онда тұтқын бар. Темірлан Райханның қолын қатты қысып ұстап отырды. Райхан, анаңды қалай таптың? Деп сұрады ол дауысы бәсеңдеп. Райхан әкесіне қарап, ақырын ғана жауап берді. Анашым маған түсімде келіп жүрді. Бірақ бір күні оны әлеуметтік орталықта жүргенде терезеден көріп қалдым. Оны қара терезелі көлікпен алып бара жатты. Ол маған қарап қолын бұлғады. Содан бері мен оның қайда екенін білу үшін бәрін бақылап жүрдім. Темірлан қызының ерлігіне таң қалды. 8 жасар баланың 5 жыл бойы мұндай жүкті арқалап жүруі нағыз ерлік еді. Ол терезеден сыртқа қарады. Алматының таулары көріне бастады. Гүлнұр сол таулардың етегінде, ажал мен өмірдің арасында отыр еді. Қара түсті Land Cruiser тас жолмен құйын болып ұшып келеді. Арман көлікті шебер басқарып, алдындағы кедергілерден оңай өтіп жатыр. Темірлан артқы орындықта Райханды құшақтап отырғанымен бар ойы Қаскелең іргесіндегі Алмалы саяжайында еді. Ол жер қаланың шуынан алыс, зәулім қорғандармен қоршалған, сырт көзден таса мекен. Министрліктен хабар келді деді Арман телефонды құлағынан алып. Саяжайды арнайы жаса қоршауға алды. Бірақ іштегілер жақындасаңдар, әйелді өлтіреміз деп шарт қойып отыр. Олар шегінерге жері қалған, кез келген нәрсеге дайын жанкештілер. Темірланның жақ сүйектері қарысып қалды. Оларға мен керекпін. Гүлнұр емес, мен. Саят пен Бауыржан тек орындаушылар. Олардың артында тұрған көлеңке менің тірі қалғанымды білсе, Гүлнұрды тірі қалдырмайды. Саяжайға жақындағанда жаңбыр саябырсып, айналаны қою тұман басты. Бұл тау етегіне тән құбылыс. Алмалының кіреберісінде Арлан сарбаздары мен қара түсті брондалған көліктер тұр. Арман көлікті шетке тоқтатып Темірланға қарады. Менімен бірге жүр, бірақ сақ бол. Олар сені көргенде шүріппені басуы мүмкін. Темірлан Райханды көлікте Әнуар атаның немересіне қалдырып, Арманмен бірге алға аттанды. Олар биік темір қақпаның алдында тұрған арнайы жасақ командиріне жақындады. Жағдай қалай? Деп сұрады Арман. Үйдің ішінде 3 адам бар. Гүлнұр Қасымова 2-ші қабаттағы бөлмеде. Олар оны терезеге шығарып, нысана ретінде ұстап отыр. Біздің мергендер оқ аталмайды, әйелге тиіп кетуі мүмкін деді командир мазасызданып. Темірлан алға шықты. Ол жарық шашқан прожекторлардың астына тұрып, үйге қарай айқайлады. Мен мұндамын. Темірлан Қасымов тірі. Сендерге мен керек емес пе едіңдер?
Әйелді жіберіңдер, мен өз еркіммен ішке кіремін. Үйдің екінші қабатындағы терезе баяу ашылды. Қараңғы бөлменің ішінен ақ көйлек киген, жүдеу, бірақ әлі де сұлулығын жоғалтпаған Гүлнұр көрінді. Оның артында біреу тапаншасын маңдайына тақап тұр. Гүлнұр Темірланды көргенде көзінен жас сорғалап, басын шайқады. Ол келме, құтыл дегенді ишарамен білдіргісі келгенде еді. Темір, деп дауыстады үй ішінен біреу. Бұл дауыс Темірланға таныс еді. 5 жыл бұрын сені өртте өлді деп ойлап едім. Бірақ сенің жаның сірі екен. Ішке кір, тек жалғыз. Қолыңды көтеріп, қарусыз кел. Бұл кім? Деп сыбырлады Арман. Бұл Мұрат. Кезіндегі менің жеке күзетімнің басшысы болған. Сатқындықтың тамыры тым тереңде екен, деді Темірлан тістеніп. Темірлан қолын көтеріп, баяу басып қақпадан ішке кірді. Арнайы жасақ сарбаздары демін ішіне тартып, нысананы бағып тұр. Темірлан үйдің табалдырығын аттағанда, есік тарс етіп жабылды. Ол енді 5 жыл бойы өзін өлімге итермелеген сатқындармен бетпе-бет қалды. Үйдің іші суық әрі қараңғы. Екінші қабатқа көтерілетін баспалдақтың басында Мұрат тұрды. Оның жүзінде айуандық күлкі бар. Қош келдің, бастық. Енді екеуің де бір жерде өлесіңдер. Бірақ сенің алдыңда бір тосын сыйым бар. Мұрат Гүлнұрды алға сүйреп шығарды. Темірлан әйелінің көзіне қарады. Ол көзқараста 5 жылдық сағыныш, азап және шексіз махаббат бар еді. Дәл осы сәтте үйдің астыңғы қабатынан жарылыс дыбысы естілді. Бұл Арман мен Арлан жасағының күтпеген шабуылы еді. Мұрат абдырап қалған сәтте, Темірлан жолбарыстай алға атылды. Үйдің астыңғы қабатынан саңқылдаған жарылыс дыбысы Мұраттың назарын бір сәтке аударып жіберді. Осы қас қағым сәт Темірлан үшін жеткілікті еді. Ол 5 жыл бойы жиналған ыза мен кекке толы күшпен баспалдақтан атылып шығып, Мұраттың қарулы қолынан шап беріп ұстады. Гүлнұр, қаш! Төменге жүгір! Деп айқайлады Темірлан. Гүлнұр бір сәт есеңгіреп қалса да, аналық түйсігімен өмірге деген құлшынысы оны алға итерді. Ол қабырғаға сүйене отырып, баспалдақпен төменге қарай ұмтылды. Осы кезде Мұрат есін жиып, Темірланды басынан тапаншаның дүмімен ұрып жіберді. Темірланның маңдайынан жылы қан сорғалады, бірақ ол қолын жіберген жоқ. Екеуі екінші қабаттың тар дәлізінде арпалыса кетті. Мұрат кезінде Темірланның өзі жаттықтырған, соғыс тәсілдерін меңгерген қауіпті жау. Ол Темірланды қабырғаға қатты соғып, тамағынан буындыра бастады. Сен өлмейді екенсің, иә, деді Мұрат тістеніп. Бірақ бүгін бәрі аяқталады. Сенің отбасыңды көлеңке ешқашан тірі қалдырмайды. Темірлан тұншығып бара жатса да, Мұраттың ашық қалған бүйірінен тізесімен қатты соққы берді. Мұрат еңкейіп қалғанда, Темірлан оның қолындағы тапаншаны бұрап тартып алды да, дәліздің соңына лақтырып жіберді. Енді шайқас тек жалаң қолмен жалғасты. Төменде Арман мен Арлан сарбаздары қалған екі жендетті қарусыздандырып жатқан еді. Атыс дыбысы мен айқай-шу үй ішін басына көтерді. Гүлнұр төменге түскенде, Арман оны бірден тасаға алып, сыртқа Райхан отырған көлікке қарай бағыттады. Ал жоғарыда екі еркектің соңғы айқасы жүріп жатты. Темірлан Мұратты терезенің алдына қыспақ қалды. Кім ол? Көлеңке кім? Кім менің өмірімді күл талқан етті? Темірланның дауысы гүрілдеп шықты. Мұрат қанға боялған жүзімен мысқылдай күлді. Сен оны танисың, Темір. Ол сенің ең жақын адамың болған. Бірақ менің аузымды жабуыңа кеш болды. Дәл осы сәтте сырттан мергеннің оғы Мұраттың иығына тиді. Ол тепе-теңдігін жоғалтып, екінші қабаттың терезесінен төменге бетон еденге құлады. Темірлан терезеден төмен қарады. Мұрат қозғалыссыз жатыр еді, бірақ ол әлі де тірі болатын. Темірлан ақсаңдай басып төменге түсті. Ол үйден шыққанда алдынан Райхан мен Гүлнұр жүгіріп шықты. Гүлнұр 5 жылдан кейін алғаш рет күйеуінің тірі, аман екенін көріп, оның кеудесіне басын қойды. Райхан әкесі мен анасының ортасына кіріп, екеуін де құшақтады. Біз біргесіз. Енді ешқашан айырылмаймыз, деп сыбырлады Гүлнұр көз жасына ерік беріп. Арман жақындап келіп, Темірланның иығына қолын қойды. Біз Гүлнұрды құтқардық, Темірлан.
Бірақ Мұраттың айтқаны рас. Көлеңке әлі де бостандықта. Және біздің деректер бойынша ол қазір қашуға дайындалып жатыр. Темірлан отбасын құшағынан жібермей, алысқа, Алатаудың шыңдарына қарады. Ол Мұраттың сен оны танисың деген сөзін ой елегінен өткізіп отырды. Кенет оның миына найзағайдай бір ой сап ете түсті. Самат, деді Темірлан ақырын ғана. Бұл Самат болуы мүмкін емес. Менің туған інім бе? Арманның жүзі суықтанып кетті. Самат Қасымов қазір Алматы халықаралық әуежайында жеке ұшағымен шекара асуға дайындалуда. Егер 10 минут ішінде жетпесек, ол мәңгілікке жоғалады. Аспанмен таласқан Алатаудың бауырынан қалаға қарай бағыт қара көліктер тізбегі тас жолдың шаңын аспанға шығарды. Уақыт зымырап барады. Темірлан үшін бұл жолы тек кек алу емес, өз қанынан жаралған бауырының сатқындығымен бетпе-бет келу сәті туды. Самат. Неге? Мен оған бәрін бердім ғой, Темірланның дауысы құмығып шықты. Әкеміз өлгенде оны баласындай бақтым. Қылмыс әлемінен алыс болсын деп, бизнесімнің ақ жағын, заңды жағын соның қолына ұстаттым. Арман рөлді қатты қысып, көлікті 180 шақырым жылдамдықпен айдап келеді. Темірлан билік пен ақша адамның ішіндегі ең лас қасиеттерді оятады. Самат сенің көлеңкеңде жүруден шаршаған. Ол арыстанның орнын басқысы келді. Бірақ ол үшін сені ғана емес, Гүлнұр мен Райханды да құрбан етуге дайын болды. Арманның рациясы тағы да шыжғырды. Полковник Самат Қасымов веб-терминалға жетті. Жеке ұшағының қозғалтқышы қосулы. Шекара қызметі оны тоқтатуға тырысып жатыр, бірақ оның қолында жоғары жақтан қол қойылған ерекше рұқсат қағазы бар. Оны ешқайда жібермеңдер. Ұшу жолағын бөгіңдер, деп айқайлады Арман. Көлік Алматы әуежайының қақпасынан бұзып кірді. Олар жолаушылар терминалын айналып өтіп, тікелей ұшу алаңына шықты. Алыстан күміс түсті Gulfstream ұшағы көрінді. Ол баяу жылжып ұшуға дайындалып жатыр еді. Темірлан көлік тоқтамай жатып есікті ашып жіберді. Арман, көлікті ұшақтың алдына қой. Ол бізді таптап өтпейінше ұша алмайтын болсын. Арман тәуекелге бел байлады. Ол көлікті ұшақтың дәл алдына, жолын бөгеп көлденен қойды. Ұшақтың алып қозғалтқыштарынан шыққан жел көлікті теңселткендей болды. Пилоттар амалсыз тежегішті басты. Ұшақ шұғыл тоқтады. Ұшақтың баспалдағы баяу төмен түсті. Одан қымбат костюм киген, қолына былғары сөмке ұстаған жас жігіт шықты. Бұл Самат еді. Оның жүзінде бұрынғы жасқаншақ бауырдың ізі де қалмаған, жанарынан суық паңдық пен менмендік есіп тұр. Темірлан көліктен түсіп, інісіне қарай беттеді. Екі ағайынды ұшу жолағының ортасында, ақ жауынның астында бетпе-бет келді. Неге, Самат? Темірланның сұрағы қысқа, бірақ оның ішінде 5 жылдық азап пен сағыныш жатты. Самат мысқылдай күлді. Өйткені сен бәрін дұрыс істеймін деп ойладың, аға. Біз таза болуымыз керек, біз заңмен жүруіміз керек деп мені тұншықтырдың. Ал маған билік керек болды. Мен сенің орныңа отырғанда ғана нағыз Қасымов екенімді сезіндім. Гүлнұрды өлтіруге қолым бармады, оны 5 жыл торда ұстағаным үшін маған алғыс айтуың керек еді. Темірлан інісіне жақындап келді. Оның қолдары дірілдеп тұрды, ұру үшін емес, мына сұмдыққа сенбей тұрғандықтан. Мен сені бауырым деп едім. Сен менің отбасымды, өмірімді, бостандығымды ұрладың. Райханның 5 жылын кім қайтарады? Райхан ба? Ол тым ақылды бала. Ол бәрін сезді, бірақ үндемеді. Енді, аға, жолымнан тұрма. Менің ұшағымда сенің бүкіл империяңның ақшасы бар. Мен кеткен соң сені ешкім танымайтын болады. Самат тапаншасын суырып алып Темірланға кезеді. Кешір, аға. Бірақ екі арыстан бір табынға сыймайды. Дәл осы сәтте әуежайдың жан-жағынан прожекторлар жарық шашып, арлан сарбаздар мен Арманның күзетшілері қоршауға алды. Бірақ Саматтың көзі қанталап, ештеңені көрмей тұр еді. Темірлан жай ғана күлімсіреді. Бұл өте мұңды күлкі еді. Самат, артыңа қарашы. Самат артына бұрылғанда, ұшақтың ішінен Райхан мен Гүлнұр шығып келе жатты. Арман оларды қауіпсіз жерге жеткіздік дегенімен, олар Темірланның соңынан қалмай келген екен.
Самат Райханның мөлдір жанарына қарағанда қолындағы қаруы дірілдеп жерге түсіп кетті. Баланың таза жанары кез келген қарудан күшті еді. Сатқынның тас жүрегі дәл осы сәтте шытынап кетті. Саматтың қолынан түскен тапанша бетон жолға соғылып, ащы темір дыбысы шықты. Бұл дыбыс оның 5 жылдық құпия патшалығының құлаған сәті еді. Ұшақ қозғалтқышының гүрілі біртіндеп бәсеңдеп, айналаға ауыр үнсіздік орнады. Тек жаңбырдың ұшу жолағына соғылған тысыры мен Саматтың ауыр тынысы ғана естіледі. Райхан мен Гүлнұр ұшақ баспалдағынан баяу түсіп келе жатты. Самат басын көтеріп, Гүлнұрдың жүзіне қарауға батпады. Ол 5 жыл бойы Гүлнұрды қараңғы қапаста ұстап, рухын сындырғысы келгенімен, қазір өзінің рухы күл талқан болғанын сезді. Самат. Темірланның дауысы енді ашуға емес, шексіз аянышқа толы еді. Сен бізді ғана емес, өзіңді де өлтіріпсің. Мына алтын сандықтармен жеке ұшақ сені бақытты етті ме? Самат тізе бүгіп жерге отыра кетті. Оның қымбат костюмі жаңбыр мен май араласқан суға малынды. Мен тек сенің көлеңкеңнен шыққым келді, аға, деп сыбырлады ол басын төмен салып. Сені бәрі сыйлайтын, бәрі қорқатын. Ал мен жай ғана Темірланның інісі едім. Менің де билік жүргізгім келді. Бірақ соңында жалғыз қалдым. Саятта Мұратта маған ақша үшін ғана қызмет етті. Темірлан інісінің жанына келіп, оның иығына қолын қойды. Бұл 5 жыл бұрынғы бауырмалдық емес, соңғы қоштасудың белгісі. Билік пен ақша қолдың кірі, Самат. Ал бауыр мен отбасы жүректің қаны. Сен өз қаныңды төктің. Арман жақындап келіп, Саматтың қолына кісен салды. Бұл жолы Темірлан ештеңе демеді. Ол заңның әділ екенін және бауырының істеген ісіне жауап беруі тиіс екенін түсінді. Полковник, оны алып кетіңіздер, деді Темірлан теріс бұрылып. Онымен бірге Бауыржан мен Саяттың барлық құжаттарын, ақша аударымдарын да заңға тапсырамын. Қасымовтардың аты енді қылмыспен емес, әділдікпен аталсын. Саматты алып бара жатқанда ол соңғы рет Райханға қарады. Райхан әкесінің қолынан ұстап тұрып, ағасына мұңды жанармен қарап қалды. Ол Саматтың сатқындығын білсе де, оның ішіндегі адамдық қалдықтың сөнгенін көріп, жүрегі ауырды. Гүлнұр Темірланның қасына келіп, оның иығына басын қойды. Енді бәрі бітті ме? Деп сұрады ол ақырын. Темірлан аспанға қарады. Түнерген бұлттар арасынан алғашқы күн сәулесі көріне бастаған еді. Жоқ, Гүлнұр. Бәрі енді басталды. Біз 5 жылды жоғалттық, бірақ алдымызда тұтас бір өмір бар. Арман оларға жақындап. Темірлан, Әнуар атадан хабар келді. Ол отадан аман шықты. Ол сенің бостандыққа шыққаныңды және Гүлнұрдың табылғанын естігенде жылап жіберіпті. Ол ертең сендерді күтеді, деді күлімсіреп. Темірлан Арманның қолын қатты қысты. Рахмет, Арман. Егер сенің адамдығың мен Әнуар атаның табандылығы болмаса, мен бүгін ату алаңында жатар едім. Олар әуежайдың ұшу жолағымен баяу жүріп, өздерінің жаңа өміріне қарай бет алды. Артында сатқындық пен қасіретке толы өткен шақ, алдында Алматының нұрлы таңы мен еркіндіктің тәтті дәмі күтіп тұр еді. Алматының үстінен түнерген бұлттар біртіндеп түріліп, Алатаудың шыңдарына алтын сәуле жүгірді. Әуежайдың суық бетоны мен түрменің темір торлары артта қалды. Темірлан Арманның көлігінде, артқы орындықта Гүлнұр мен Райханды құшақтап келе жатты. Ол терезеден сыртқа қарап, 5 жыл бойы сағынған қаласының әрбір көшесін, әрбір талын жаңадан көріп отырғандай таңырқады. Бұл түс емес пе, Темір? Деп сыбырлады Гүлнұр. Оның дауысы әлі де дірілдеп тұрды. 5 жыл бойы қараңғы қапаста отырып, күн нұрын көрмеген жан үшін бұл бостандық тым жарық, тым ертегіде еді. Түс емес, Гүлнұр. Біз үйге бара жатырмыз, деді Темірлан әйелінің қолын қатты қысып. Олар алдымен Әнуар ата жатқан ауруханаға соқты. Қарт адвокат отадан кейін әлсіз болса да, Темірлан мен Гүлнұрдың бірге кіріп келгенін көргенде, жүзіне нұр жүгірді. Оның көзінен аққан жас сақалына тамды. Шүкір. Шүкір, Алла тағала ақиқатты аяқ асты етпеді, деді ақсақал дауысы қарлығып. Темірлан, балам, Райхан сенің ғана емес, біздің де құтқарушымыз. Мына баланың жүрегіндегі шындық бүкіл жүйенің өтірігін тас-талқан етті.
Райхан атаның қасына барып, оның қолын ұстады. Ол 5 жыл бойы үндемей сақтаған құпиясын бүгін бәріне ашты, енді оның иығынан үлкен жүк түскендей еді. Түс қайта Арман оларды қала сыртындағы ешкім білмейтін сенімді пәтерге алып келді. Саматтың адамдары мен көлеңкелі топтың қалдықтары әлі де қауіпті болуы мүмкін еді, сондықтан сақтық шаралары қатаң сақталды. Пәтердің іші кең әрі жарық. Терезеден таудың салқын самалы соғып тұрды. Темірлан Гүлнұр мен Райханның ас бөлмесінде шай ішіп күліп отырғанын сырттай бақылап тұрды. Ол үшін бұл ең үлкен бақыт еді. 5 жыл бұрын ол қара темір болып, билік пен ақшаның соңында жүргенде, нағыз байлықтың не екенін түсінбеген екен. Бүгін ол бәрін жоғалтты, ақшасын, билігін, інісін. Бірақ ол жан дүниесін және ең қымбат адамдарын қайтарып алды. Әке, сен неге мұңайып тұрсың? Райхан жүгіріп келіп, оның белінен құшақтады. Мен мұңайған жоқпын, ботам. Мен жай ғана сенің күлкіңді тыңдап тұрмын. Ол мен естіген ең әдемі әуен. Кеш батқанда Арман хабарласты. Темірлан, Самат бәрін мойындады. Тергеу басталды. Бірақ бір жаман хабар бар. Бауыржан мен оның артында тұрған тағы бір ірі тұлға түрмеге бара жатқан жолда жоғалып кетті. Олардың көлігіне шабуыл жасалған. Бұл соғыстың әлі аяқталмағанын білдіреді. Темірланның жүзі қайтадан тастай қатып қалды. Ол терезеге қарап, қараңғыланған қалаға көз тастады. Олар қайтып келеді, Арман. Олар шындықтың ашылғанын кешірмейді. Бірақ бұл жолы мен дайынмын. Мен енді қара темір емеспін, мен отбасын қорғайтын әкемін. Темірлан ертеңгі күннің оңай болмайтынын білді. Саматтың сатқындығы тек мұстаудың шыңы ғана еді. Түпкі шындық бұдан да тереңде жатыр. Түн ортасы ауғанда Алматының үстін қою тұман басты. Темірлан пәтердің қонақ бөлмесіндегі креслода отырып, Райхан мен Гүлнұрдың ұйқыдағы тынысын тыңдап отырды. Оның қолында Саматтың әуежайда түсіріп алған телефоны. Ол бұл құрылғының ішінде әлі де ашылмаған құпиялар бар екенін сезді. Кенет телефон экраны жарқ етіп хабарлама келді. Бейтаныс нөмірден жазылған қысқа ғана мәтін. Темір, сен бәрін жеңдім деп ойлайсың ба? Аққу демалыс орнына кел. Жалғыз. Әйтпесе, Әнуар ақсақал таңды көрмейді. Темірланның жүрегі атқақтап кетті. Ол бірден Арманға қоңырау шалды, бірақ Арманның телефоны сөндірулі. Әнуар ата жатқан аурухананың кезекші бөліміне хабарласқанда, оның қорыққаны шындыққа айналды. Мырза, 10 минут бұрын Әнуар ақсақалды жедел жәрдем көлігімен басқа ауруханаға алып кетті. Олар өздерін сіздің адамдарыңызбыз деп таныстырды. Темірлан бәрін түсінді. Көлеңке тек Самат пен Бауыржан емес, бұл тұтас бір жүйе еді. Және сол жүйенің басында отырған адам Темірланды ең ауыр жерінен жақын адамдары арқылы ұрғысы келді. Ол Гүлнұр мен Райханды оятпай, үстел үстіне қысқаша хат қалдырды. Мен тез ораламын. Арманға хабарлас. Сосын тартпадан Арман қалдырып кеткен тапаншаны алып, белбеуіне қыстырды да түн жамылып сыртқа шықты. Аққу демалыс орны қала сыртындағы тау етегінде орналасқан. Темірлан ескі көлікпен онда жеткенде, айнала қап-қараңғы еді. Тек алыстан бір зәулім үйдің терезесінен ғана жарық көрінеді. Ол ақырын басып үйге жақындады. Есік ашық тұр. Ішке кіргенде, Темірлан үлкен каминнің алдындағы креслода арқасын беріп отырған адамды көрді. Оның жанында Әнуар ата ес-түссіз, мүгедектер арбасына таңылған күйде отыр еді. Келдің бе, Темір? Дауыс тым таныс, тым жайлы, бірақ ішінде жыланның уы бардай суық еді. Кресло баяу бұрылды. Темірлан оны көргенде көзіне сене алмады. Бұл кезінде Темірланның әкесінің ең жақын досы, Самат екеуін жетім қалдырмаймын деп бауырына басқан, қазіргі мемлекеттік ірі қайраткер Болат ағасы болатын. Сіз бе? Темірланның дауысы қарлығып шықты. Әкемнің қанына да, менің 5 жылдық азабыма да сіз кінәлісіз бе? Болат ағасы қолындағы стақанды үстелге қойып күлімсіреді. Әкең тым таза болғысы келді, Темір. Ал заман басқа еді. Самат та менің жолымды таңдады. Ол ақылды жігіт, тек тым асығыс қимылдады. Ал сен бәрін бұздың. Мына шал мен Райхан сенің құтқарушың болды.
Болат ағасы қолындағы пультпен экранды қосты. Экранда Темірлан отбасын қалдырып кеткен пәтердің кіреберісі көрінді. Онда қара киімді 3 адам есікті бұзуға дайындалып тұр еді. Егер сен қазір менің айтқаныма көнбесең, деді Болат ағасы нық дауыспен, Гүлнұр мен Райхан осы жолы шын мәнінде жоғалады. Таңдау жаса, Темірлан. Не менің көлеңкеме айналасың, не бәріміз бірге о дүниеге аттанамыз. Темірлан тапаншасын суырды, бірақ Болат ағасының сабырлығы оны сескендірді. Дәл осы сәтте Әнуар ата баяу көзін ашып Темірланға қарады. Оның жанарында «Мен үшін қымбаттыларыңды құрбан етпе» деген өтініш бар еді. Темірланның саусағы шүріппеде дірілдеп тұрды. Оның өміріндегі ең ауыр таңдау сәті келді. Аққу демалыс орнының ішіндегі каминнің лапылдаған оты Темірланның жүзіне қанды көлеңке түсіріп тұрды. Оның саусағы шүріппеде қатып қалған. Қарсы алдында өз әкесіндей сыйлаған, қазір ажалдың хабаршысына айналған болады. Ал экранда жанынан артық жақсы көретін әйелі мен қызының өмірі қыл үстінде. Атып жібер, Темір, деді Болат мысқылмен. Егер батылың жетсе, ат. Бірақ сен шүріппені басқан сәтте, ана жақтағы жігіттерім де есікті бұзып кіреді. Сенің қолыңда қарттың қаны, ал менің қолымда сенің болашағың болады. Темірланның миында мыңдаған ой шарпысты. Ол Болатты атып тастай алады, бірақ Райханды қалай құтқарады? Кенет Әнуар атаның әлсіз саусақтары Темірланның жеңінен тартты. Қарт заңгер ес-түссіз жатқандай көрінгенімен барлық сөзді естіп жатқан еді. Ол Темірланға қарап көзімен Болаттың артындағы үстелдің астында тұрған кішкентай қара жәшікті сигнал бұғаттағышты, глушитель, нұсқады. Темірлан бәрін түсінді. Болат пәтердегі жігіттерімен байланысты осы құрылғы арқылы сақтап отыр. Егер сигнал үзілсе, олар бұйрық ала алмайды. Мен таңдау жасадым, Болат аға, деді Темірлан дауысын нық шығарып. Бірақ мен Қасымовтардың жолын таңдадым. Біз ешқашан тізе бүкпейміз. Темірлан тапаншаны Болатқа емес, үстел астындағы сигнал бұғаттағышқа бағыттап, оқты қарша боратты. Тарс-тарс. Құрылғыдан ұшқын шашырап, экрандағы кескін өшіп қалды. Байланыс үзілді. Болаттың жүзі сұрланып, орнынан атып тұрды. Ол өз тапаншасын суырып үлгергенше, Темірлан жолбарыстай атылып келіп, оны жерге алып ұрды. Екі еркек камин алдында жан алысып, жан берсе кетті. Темірланның көзіне 5 жылдық азап, Райханның мөлдір жасы мен Гүлнұрдың тарылған тынысы елестеді. Әрбір соққысымен ол өз тағдырын қайтарып жатқандай еді. Бұл әкем үшін. Бұл Райхан үшін. Темірлан Болаттың жағасынан алып, оны қабырғаға қатты соқты. Дәл осы сәтте есік тарс етіп ашылып, ішке Арман мен Арлан арнайы жасағы сау ете қалды. Арманның қолында рация. Темірлан, тоқта. Пәтерде бәрі аман. Біз сенің соңыңнан аңду қойғанбыз, жігіттеріміз оларды бұзып кірмес бұрын қолға түсірді. Гүлнұр мен Райхан қауіпсіз жерде. Темірлан Болатты босатып, ауыр тыныстап жерге отыра кетті. Болаттың қолына кісен салынды. Ол жеңілгенін түсінсе де, әлі де суық жымиып тұр еді. Сен жеңдің деп ойлайсың ба, Темір? Деді ол. Жүйе сені бәрібір жұтып қояды. Жүйе емес, ақиқат жеңді, деді Арман оны алып бара жатып. Саматтың ұшағынан табылған құжаттар мен Әнуар атаның жинаған айғақтары сізді өмір бойына темір торға тоғытуға жеткілікті. Темірлан Әнуар атаның қасына барып, оны құшақтады. Рахмет, ата. Төзіміңіз бен ақылыңыз үшін. Енді үйіне бар, балам, деді қарт адвокат әлсіз күлімсіреп. Сенің нағыз таңың енді атты. Темірлан Аққудан шыққанда таңғы шық түскен тау ауасын құшырлана жұтты. Ол енді ешкімнен қашпайтын, ешкімге жалтақтамайтын еркін адам еді. Ол пәтерге жеткенде, Гүлнұр мен Райхан оны есік алдынан күтіп алды. Райхан әкесінің маңдайындағы жаңа жараны көріп, оны үрлеп қойды. Енді біз ешқайда кетпейміз бе? Деп сұрады ол. Ешқашан, деді Темірлан оларды бауырына басып. Бірақ алда әлі үлкен сот процесі мен Саматтың тағдыры шешілетін күндер күтіп тұр еді. Темірлан бауырын кешіре ала ма? Бұл Қасымовтар отбасының соңғы үлкен сынағы болма. Арада 3 ай өтті.
Бұл 3 ай Қасымовтар отбасы үшін 5 жылға татитын емделу мен қайта қауышу уақыты болды. Темірланның есімі толық ақталып, оған заңсыз бас бостандығынан айырылған үшін мемлекет тарапынан ресми кешірім сұралды. Алайда бүгінгі күн ең ауыр сынақ күні. Бүгін Самат Қасымов пен Болаттың үстінен жүріп жатқан сот процесінің соңғы отырысы. Сот залылық толы. Журналистер, заңгерлер және кезінде Қара Темірден сескенген, енді оның ақиқатына таңғалған халық жиналған. Темірлан бірінші қатарда Гүлнұрмен бірге отыр. Ол өзін барынша сабырлы ұстауға тырысқанымен іштей толқып тұр еді. Темір тордың арғы жағында Самат отыр. Ол 3 ай ішінде қатты жүдеп кеткен. Көзіндегі баяғы менмендіктің орнын терең өкініш пен жалғыздық басқандай. Ол ағасының жағына қарай алмады, басын төмен салып, тек жерге қарап отырды. Судья үкімді оқи бастады. Болат Сүлейменов мемлекетке опасыздық жасағаны, кісі өлтіруге тапсырыс бергені және билікті асыра пайдаланғаны үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылсын. Зал гу ете қалды. Болат бұл үкімді суық жүзбен, ешқандай эмоциясыз қабылдады. Ол үшін бәрі әлдеқашан аяқталған еді. Судья жалғастырды. Самат Қасымов қылмыстық топқа қатысқаны және лауазымын асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылсын. Алайда тергеуге белсенді көмектескені, өз кінәсін толық мойындағаны және жәбірленуші Темірлан Қасымовтың ресми кешірім беруіне байланысты, ол 12 жылға қатаң тәртіптегі колонияға кесілсін. Темірлан ауыр күрсінді. Ол інісін өлімнен құтқарды, бірақ заң алдында жауап беруден алып қалған жоқ. Бұл оның Саматқа жасаған соңғы жақсылығы әрі ең үлкен сабағы еді. Сот аяқталған соң, Арманның рұқсатымен Темірланға інісімен 5 минуттық кездесу берілді. Олар шыны бөлменің екі жағында тұрды. Неге, аға? Саматтың дауысы дірілдеп шықты. Неге маған кешірім бердің? Мен сені өлімге қидым ғой. Өйткені сен менің бауырымсың, Самат, деді Темірлан шыныға қолын қойып. Сенің істегеніңді заң кешірмейді, бірақ менің жүрегім сенің өліміңді қаламайды. 12 жыл бұл сенің өзіңді қайта табуың үшін берілген уақыт. Шыққанда сені ешкім емес, мен күтіп аламын. Самат еңкілдеп жылап жіберді. Ол өмірінде бірінші рет ағасының нағыз күшін кешіре білу күшін сезінді. Темірлан сот ғимаратынан шыққанда аулада Райханның жүгіріп жүргенін көрді. Ол әкесін көргенде күлімсіреп, қолындағы гүлін көрсетті. Әке, енді Самат ағам жақсы адам бола ма? Деп сұрады ол. Иә, ботам. Ол жарыққа шығу үшін алдымен қараңғылықтан өтуі керек, деді Темірлан қызын көтеріп алып. Олар көлікке отырып, қаланың шетіндегі өздерінің жаңа үйіне бет алды. Бұл үй бұрынғыдай зәулім сарай емес, тау етегіндегі қарапайым, бірақ жылулыққа толы баспана еді. Кешкісін олар Әнуар атаны қонаққа шақырды. Қарт адвокат таяғына сүйеніп келіп, дастархан басында бата берді. Осы отбасының көрген бейнеті зейнетке айналсын. Ақиқат атқан таңдай нұрлы болсын. Бірақ түнде, бәрі ұйықтағанда, Темірланның телефонына белгісіз нөмірден бейне жазба келді. Онда Болаттың түрмеге бара жатқандағы суреті және астында. Бұл соңы емес. Көлеңке өлмейді, ол тек түсін өзгертеді деген жазу тұрды. Темірлан телефонды өшіріп, Гүлнұр мен Райханға қарады. Ол енді қорықпайды. Ол кез келген соғысқа дайын, өйткені оның қорғайтын ақиқаты бар еді. Темірлан телефонды үстел үстіне қойып, терезеден сыртқа қарады. Алатаудың баурайындағы тыныштық сырт көзге өте мамыражай көрінгенімен, оның түйсігі басқа нәрсені сездіріп тұрды. Болат пен Самат торға түскенімен, көлеңке деп аталатын сол бір үлкен жүйенің тамыры одан да тереңде, мүмкін осы мемлекеттің ең биік мінберлерінде жатқан болуы керек еді. Ол Гүлнұр мен Райханның бөлмесіне кіріп, олардың амандығын тағы бір рет тексерді. Гүлнұр түсінде ақырын ғана жымиып жатыр екен, 5 жылдан кейінгі алғашқы тыныш ұйқысы. Ал Райхан құшағына ойыншық қонжығын қысып бейғам жатыр. Темірлан осы бейбітшілікті сақтап қалу үшін жанын беруге дайын еді. Кенет ауладағы қозғалыс детекторының шамы жарқ ете түсті. Темірлан бірден тасаға тығылып, қолына қаруын алды. Ол камераларды тексергенде, есік алдында тұрған адамның қара киімді жендет емес, Арман полковник екенін көрді. Бірақ Арманның жүзінде бұрынғыдай нықтық емес, жан түршігерлік үрей бар еді. Темірлан есікті ашты.
Арман ішке кіре сала теңселіп барып диванға құлады. Оның пиджагының сол жақ иығы қанға боялған екен. Арман. Не болды? Темірлан дереу алғашқы көмек қобдишасын алып келді. Темірлан. Олар маған шабуыл жасады деді, Арман тынысы тарылып. Болатты түрмеге жеткізу кезінде емес, оны іштен босатып алу туралы бұйрық келіп түсті. Мен қарсы болдым. Содан кейін менің атыма Сатқын деген жала жауып, өзімді жоюға команда берілді. Олар жоғары жақтағы барлық іздерді өшіріп жатыр. Арман қалтасынан кішкентай флеш картаны суырып алды. Мұнда Болаттың ғана емес, оған бұйрық беріп отырған көлеңкелі кеңестің барлық тізімі бар. Болат тек айсбергтің шыңы ғана. Негізгі ойыншылар басқа. Олар біздің құқық қорғау жүйесінің ең басында отырғандар. Темірлан флешканы қолына алып, ауыр ойға батты. Демек, біз үшін бұл елде енді қауіпсіз жер қалмады ма? Солай сияқты, Темірлан. Егер бұл тізім жарияланса, мемлекетте үлкен төңкеріс болады. Сондықтан олар сенің де, менің де тірі қалғанымызды қаламайды. Олар қазір жолда. Біздің орналасқан жерімізді тауып қойды. Дәл осы сәтте ауланың сыртынан бірнеше көліктің тежегіші шыңғырған дыбысы естілді. Прожекторлардың жарығы терезелерден басып кіріп, бөлме ішін күндізгідей жарық қылды. Дауыс зорайтқышпен суық бұйрық берілді. Темірлан Қасымов. Арман Оспанов. Үйден қолдарыңды көтеріп шығыңдар. Сіздер мемлекеттік мүлікті ұрлады, және терроризмге қатысы бар деп айыпталып отырсыздар. Бұл нағыз қақпан еді. Жүйе өзін қорғау үшін шындықты айтқандарды қылмыскер етіп шығарды. Гүлнұр мен Райхан оянып кетіп, бөлмеден шықты. Олардың көздеріндегі қорқынышты көргенде Темірланның жүрегі тілім-тілім болды. Ол Гүлнұрдың көзіне қарап: Гүлнұр, Райханды алда, жертөле арқылы тауға шығатын ескі соқпаққа қарай жүгіріңдер. Арман екеуміз оларды бөгейміз деді нық дауыспен. Жоқ, Темір. Мен сені қалдырмаймын. Деп жылады Гүлнұр. Тыңда мені. Егер бұл флешка аман қалмаса, біздің 5 жылдық азабымыз зая кетеді. Бұл флешка біздің бостандығымыздың соңғы кепілі. Райханды құтқар. Темірлан қызын соңғы рет маңдайынан иіскеп, оларды жертөлеге бағыттады. Содан кейін Арман екеуі терезе алдындағы позицияға тұрды. Сыртта тұтас бір арнайы жасақ, іште ақиқатты арқалаған 2 жаралы арыстан. Дайынсың ба, Арман? Темірлан тапаншасының оқшантайын тексерді. Өлімге ме? Мен әлдеқашан дайынмын. Бірақ шындық үшін өлу, ерлік деді Арман қанға боялған иығын қатайтып. Сырттағы жендеттер есікті бұзуға кірісті. Темірлан соңғы шайқасына дайындалды. Бұл оның өміріндегі ең қиын, бірақ ең абыройлы сәт еді. Үйдің айналасындағы прожекторлардың суық жарығы түнгі тұманды қақтылып тұрды. Темірлан мен Арман жертөле есігінің тарс етіп жабылғанын, Гүлнұр мен Райханның қауіпсіз жерге бет алғанын естігенде ғана жеңіл тыныс алды. Енді олардың алдында тек бір ғана міндет тұрды. Уақыт ұту және тірі қалу. Бұзушы топ жақындап қалды деді Арман дауысы қарлығып. Ол терезе алдындағы ауыр еммен үстелді тасағылды. Дәл осы сәтте есікті баран құрылғысымен ұрған гүрсіл дыбысы естілді. Есік топсасынан босап, ішке шуылдатып көз жасаурататын газ гранаталары тасталды. Бөлме ішін қою түтін басты. Атыспаңдар. Оларға біз тірі керекпіз. Деп айқайлады Темірлан. Ол қарсыластың тактикасын жақсы білетін. Көлеңкеге флешка мен олардың үнін мәңгілікке өшіретін ресми өлім керек. Қара киімді арнайы жасақ сарбаздары үйге басып кіргенде, Темірлан мен Арман соңғы соққыға дайындалды. Бірақ атыс басталмай жатып, сыртта ешкім күтпеген жағдай орын алды. Аспанда бір емес, 3 тікұшақтың гүрілі пайда болды. Олардың прожекторлары жердегі қоршауды бұзып, бәрін тоқтатуды бұйырды. Бұл кімдер? Деп таңғалды Арман. Рациялардан жаңа беделді дауыс естілді. Барлық бөлімшелерге. Оқты тоқтатыңдар. Қыр ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы тобы жұмыс істеп жатқан аймақ. Полковник Оспанов пен Темірлан Қасымов біздің қорғауымызда.
Үйге Арманның ескі досы, Әнуар атаның жасырын шәкірті болған генерал-майор Ерлан кіріп келді. Ол Темірланға қарап, басын изеді. Үлгердік. Әнуар ата ауруханадан кетер алдында бізге барлық деректерді жіберіп үлгерген. Болаттың артында тұрған көлеңкелі кеңестің 2 мүшесі қазірдің өзінде қамауға алынды. Темірлан қолындағы қаруын төмен түсірді. Оның денесіндегі барлық бұлшықеттері босап, ауыр шаршау сезімі биледі. Гүлнұр мен Райхан. Олар тау жаққа кетті. Уайымдама, Темірлан. Біздің жігіттер оларды тауып, қауіпсіз жерге жеткізді. Олар аман, деді Ерлан оның иығынан қағып. Арада 1 жыл өтті. Алматының іргесіндегі алма бағының ішінде кішкентай, бірақ өте жайлы үй тұр. Бұл жолы бұл үй ешқандай биік дуалдармен немесе тікенек сымдармен қоршалмаған. Аулада Райханның шаттанған күлкісі естіледі. Ол мектептегі алғашқы үздік бағасын әкесіне көрсету үшін жүгіріп келе жатыр. Гүлнұр террасада шай дайындап жүр. Оның жүзіндегі 5 жылдық мұң ізі біртіндеп жойылып, орнына бақыттың шуағы орнаған. Ол Темірланға қарап жымиды. Темірлан болса, қолына кітап ұстап, таудың салқын ауасын құшырлана жұтып отыр. Арман полковник қызметіне қайта оралып, жүйен ішінен тазарту жұмыстарын жалғастыруда. Ол жиі келіп Темірланмен шахмат ойнайды. Ал Самат түрмеден жазған хаттарында өзінің жаңа өмір бастауға дайындалып жүргенін, ағасынан кешірім алғаны оның өміріндегі ең үлкен сый екенін айтады. Темірлан Райханды көтеріп алып, алысқа қарады. Әке, шындық әрқашан жеңе ме? Деп сұрады Райхан. Иә, ботам. Бірақ шындық жеңу үшін, оны қорғайтын жүрегі таза адамдар болуы керек. Олардың төбесінде күн нұр ойнап, Қасымовтар отбасының жаңа, бақытты тарихы басталды. Бұл тек жеңіс емес, бұл қасіреттен кейінгі қайта түлеу еді.